Елдің экономикалық дамуында балық шаруашылығы ерекше рөл атқара алады. Бүгінгі таңда Қазақстанда 1000-нан астам балық шаруашылығы субъектілері жұмыс істейді. Оларға 1646 балық шаруашылығы су айдыны мен олардың учаскелері бекітілген. Соңғы уақытта бұл салада үлкен жұмыстар атқарылуда. Салада 11 мыңнан астам адам жұмыс жасайды. Әлем рейтингісі бойынша Қазақстан топ 100-ке кірмегенімен балық аулау кәсібіне өз үлесін қосып келеді. Балық өнеркәсібінің негізгі үш түрі бар. Олар балық кәсіпшілігі, яғни балық аулау, балықты көбейту, яғни балық өсіру және балық өңдеу. Негізгі балық өндірісі Атырау облысында, себебі ол Каспий теңізінің маңына жақын орналасқан, және Алматы, Шығыс Қазақстан, Қызылорда облыстарында іске асады. Бұған қоса Каспий теңізі жағалауында Шалқар, Имантау, Шучье, Чебаче, Зайсан, Алакөл, Балқаш көлі, Арал теңізі, Жайық, Сырдария, Қара ертіс, Іле, Шу өзендері жағалауында балық көптеп ауланады. Балық шаруашылығы әдетте азық-түлік мақсатында танк немесе жабық бассейн, коммерциялық балық фермаларында өсіруді қамтиды. Балық фермаларында өндірілетін балық түрлеріне карп, лосось, тилапия, сом және треска жатады. Балықты жасанды өсіру бойынша Түркістан облысы көшбасшы болып табылады. Оның көлемі 5000 тонна. Ал Алматы облысында шамамен 1000 тонна, Солтүстік Қазақстан облысында 380 тонна және Шығыс Қазақстан облысында шамамен 300 тонна балық өсіріледі. Кәсіпорындардағы барлық өндірілетін өнімнің 75% шетелге экспортталады. Объем экспорта составляет в году 2022 жылдың қорытындысы бойынша экспорт көлемі 23 мың тоннаны көрсетті. Негізінен Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне экспортталады. Шамамен 16 мың тонна ақмарқа, тұқымдас балықтарды шетелге шығарамыз. Евразийского экономического союза. Негізінен балықтың жон еті, ысталған өнімдер және мұздатылған балық еті экспортталады. Мысалы, көксерке еті Европалық одақ елдерінде, атап айтқанда Германия, Нидерланды, қазақстандық бренд болып табылады. Балық аулау саласында жұмыс істейтін ірі кәсіпорындарына келсек, Caspian Royal Fish, Бекіре балық өсіру зауыты. Сонымен қатар, Орынбор Ташкент темір жолының салынуы Арал теңізі және Сыр өңірінде балық шаруашылығының одан әрі дамуына әсер етті. Бұл кәсіпорындар аймақты көрші облыстарды жаңа тауарлық балықтармен қамтамасыз етіп, Ресей Федерациясына экспорттайды. Олар жыл сайын балық экспортына ветеринарлық сертификат алады. Олардың ішінде 3 ірі кәсіпорын жұмыс істейді. Шардара ауданында Хамид, Сайрам ауданындағы Көмеш балық, Түлкібас ауданындағы First Fish Company. Ағымдағы жылы өңірде Көмеш балық ірі зауыты іске қосылған болатын. Өйткені ол 1934 жылдан бастап балық өнімдерін шығарумен айналысады. Келесі балық өндіретін өндіріс орны өте ерекше орынға ие. Амангелді атындағы зауыт. Қазақстанда осы саладағы басты инвесторлар саны өте көп. Бұл жобалардың көпшілігі Атырау, Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарында орналасқан.